Сергек жүрем десеңіз, тұрып жеңіз күндесіз дейді халық арасында. Тұрып, яғни орысша редька деп аталатын барлық жерде өсе беретін көкөніс. Бұл көкөніс қала тұрғындары үшін таңсық болуы мүмкін. Тіпті бұндай көкөністің барын білмейтіндер де баршылық. Ауылда бұны күнделікті ас орнына қолдана береді. Ал мұның пайдасы мен емдік қасиеттеріне келер болсақ, тұрыптың адам ағзасы үшін пайдасы көл көсір деуге де болады. Және тұрып көкөнісі микробтарға қарсы мықты қасиетке ие. Сондықтан маңызды ақпаратты жіберіп алмау үшін арнадан алыстамаңыз. Егер де сізді қазақша видеоблог қызықтырса, онда арнаға міндетті түрде жазылып кетіңіз. Тұрып тамырлары минералды заттарға бай, орта есеппен құрамында 13% құрғақ заттар, 2% ақуыз бен 8,4% көмірсулар бар. Және де С, В1, В2 дәрумендері мен органикалық қышқылдар, эфир майлары мен глюкозиттер болады. Тұрып көбінесе асқазан, ішек ауруларына суық тигенде, ревматизм, радикулит, қан аздықта, яғни анемияда, ағзадағы зат алмасу бұзылған кезде қолданылады. Күнделікті ас орнына пайдаланып жүрген адамдарға күні бойына жететін энергия беріп, және ас қорыту мүшелерінің жұмысын жақсартып, ағзадағы зат алмасу процесін жақсартады. Тұрып жалпы ертеден келе жатқан көкөністердің бірі. Түр түсіне келсек, тұрып қара, сұры, ақ, жасыл, қызғыш, тіпті күлгін түсі де болады. Орам жапырақтылар тұқымына жатады, тамырлы өсімдік. Тұрып адам ағзасына қажетті минералды тұздарға өте бай. Бұл көкөністің 100 граммында бір тәулікке жетерлік магний, калий, кальций де бар. Және де натрий, фосфор, темір. Тек бұл элементтер ғана емес, оның құрамында ағзамызға керекті С, ПП, Б, В6, В2 дәрумендері жеткілікті. Бойындағы осындай минералды заттар мен дәрумендердің арқасында ол түрлі ауруларға қарсы тұрып, бактерияларды жоя алады. Дегенмен тұрыпты жалғыз өзін емес басқа да көкөністермен қосып жеген пайдалырақ. Тұрыпты жүрек қан тамырлар ауруынан айығу үшін өттегі тасты айдау мақсатында көп жеу қажет. Алайда шектен тыс жеуге болмайды. Мұндай жағдайда керісінше зияны тию ғажап емес. Жөтел кезінде тұрыпты балмен қосып жеген өте пайдалы. Ол үшін қара тұрыптың ішін ойып, ойыған жерге бал салып, бір күн қойып қою керек. Бір күннен соң қара тұрыптан шыққан шырын балмен араласып тұрған болады. Соны ішсеңіз, жөтеліңізден тез арада айығасыз. Сонымен қатар, тұрып шырынын сәбіз немесе қызылшадан дайындалған шырынмен араластырып, қан аздық, яғни анемияға қарсы ішуге болады. Ол үшін тұрыпты майда үккіштен өткізіп, шырынын сығып алып, басқа көкөніс шырындарымен қосады да 2-3 сағат жылы пешке салып қояды. Тамақтан 15-20 минут бұрын бір ас қасықтан күніне 3 рет ішіп отыру керек. Емделу уақыты 2-3 ай. Тұрыптың шырынын бронхитте, жөтел кезінде және бүйрек ауруларында бір ас қасықтан күніне 3 рет ішіп тұру керек. Ескерту: тұрыпты мына аурулардың кезінде пайдалануға болмайды. Бірінші, тоқ-ішектің қабынуы кезінде, екінші, бауыр аурулары кезінде, үшінші, жүрек қан тамырлары аурулары кезінде, және төртінші, жүктілік кезінде көп қолдануға болмайды. Біз келтірген бұл ақпарат сіздерге жарап қалар деген ойдамыз. Еңбегімізді бағалап, лайк басып, өз ойларыңызды жазып кетуді ұмытпаңыздар. Бұл бірінші байлық денсаулық YouTube арнасы. Каналға жазылыңыздар. Және қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Өйткені алда тағы да Жасыл дәріханадан жақсы ақпараттар болады.